Серпімділік күші және техникадағы үйкеліс тақырыбындағы 99 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші есептер 103-ші бетте. Номер 1 есеп. Жүгі бар арбаша горизонталь орналасқан үстел бетімен қозғалып келеді. А жағдайында үстел мен доңғалақтар, А жағдайында жүк пен арбашаның үстіңгі беті арасында үйкелістің қандай түрі пайда болады? Бұл сұрақта үйкеліс күшінің түрлерін ажырату қажет. А жағдайында доңғалақтар үстел бетімен домалақ қозғалады. Беттерінің бір-бірінің үстімен сырғанамайды. А жағдайында жүгі бар арбаша горизонталь үстел бетімен қозғалып келеді. Арбаша доңғалақтар арқылы қозғалады. Енді осы шетте мынадай жауап береміз. Үстел мен доңғалақтар арасында үйкеліс күші домалау үйкелісі. Егер арбаша дөңгелексіз болса, онда сүйретіліп қозғалса, сырғанау үйкелісі болып табылады. Екінші есепте жәшікті еденмен бір қалыпты қозғалтқанда 4 ньютон күш түсірілді. Жәшіктің қозғалысына кедергі болатын кедергі күші неге тең? Берілгенде түсірілген күшті біз 4 ньютон деп аламыз. Сонда қозғалысқа кедергі болатын күште F кедергі күште 4 ньютонға тең. Осыдан кейін мынадай қорытынды шығарамыз. Жауабы: жәшіктің қозғалысына кедергі болатын күш 4 ньютонға тең. Үшінші есеп. Неліктен шананы жердің үстінде сүйрегенге қарағанда қардың үстімен сүйреген жеңілірек? Бұл есептің жауабында үйкеліс күшінің мына формуламен анықталатынын білеміз. F үйкеліс тең мю көбейтілген n. Қардың үстінде үйкеліс коэффициенті өте кіші, қар аздап сығылады, кейде жұқа суға батып пайда болып, сырғанау артады. Сондықтан шана қардың үстімен оңай сырғанайды. Жер, асфальт, топырақ беті кедір-бұдыр, үйкеліс коэффициенті үлкен, кедергі күші де үлкен болады. Сондықтан да бұл жағдайда жауабында қардағы үйкеліс жерге қарағанда аз, сондықтан шананы қардың үстімен сүйреу жеңілірек. Төртінші есеп. Егер массасы 800 грамм білеушені тыныштық күйінен шығару үшін 2 ньютон күш түсіру қажет болса, білеуші мен жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті неге тең? Есептің шартын берілген бойынша жазып аламыз. М тең 800 грамм, F тең 2 ньютон күшіміз, G тең, бұл жерде еркін 10 метр секунд квадратқа тең. Үйкеліс коэффициенті мюді табу керек. Бұл жағдайда есепте 800 граммды килограммға айналдырамыз. Ол үшін халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. 0,8 килограмм. Және бұл есепті шығару үшін қажетті формуланы жазып аламыз. Бұл жерде үйкеліс күшінің формуласын жазамыз. F үйкеліс тең мю көбейтілген n және n нормаль күш тең mg-ға. Бұл жерде осы екі формуланы байланыстыра отырып, мюдің формуласын тауып аламыз. Мю тең F бөлінген mg. Орнына мәндерін қоямыз. Мю тең 2 ньютон бөлінген 0,8 көбейтілген 10. Сонда 8-ден 2 шықты. 2-ні 8-ге бөлсем 0,125. Олай болса, үйкеліс коэффициенті мю тең 0,125-ге тең. Нөмірі 5-ші есеп. Егер динамометр 200 ньютон күшті көрсетсе, есектің тұяқтары мен жолдың арасындағы үйкеліс коэффициенті неге тең? 19-да 6-шы сурет. Есектің массасы 32 килограмм. Сурет берілген, сурет бойынша есеп берілген. Осы есептің берілгенін жазып аламыз. М тең 32 килограмм, F тең 200 ньютон, G тең 10 метр бөлінген секунд квадрат. Бұл жердегі мю үйкеліс коэффициентін табуымыз қажет. Бұнда қажетті формулалар F үйкеліс күштен мю көбейтілген n нормаль күштен mg, және осы екі формуладан қорыту мю тең F бөлінген mg формуласын аламыз. Сонда орнына мәндерін қояйық. Мю тең F бөлінген mg 200 ньютонды бөлеміз 32 көбейтілген 10-ға. Сонда 0,63 шықты. Бұл үйкеліс коэффициенті болып табылады. 6-шы есеп. Массасы 300 грамм білеушені горизонталь жазықтық бойымен бір қалыпты қозғалтқанда, оған бекітілген динамометр серіппесі 2 сантиметрге ұзарса, динамометр серіппесінің қатаңдығы қандай? Білеуші мен беттің арасында үйкеліс коэффициенті 0,13-ге тең. Есептің берілгенін жазып аламыз. М тең 300 грамм, L тең 2 сантиметр, мю тең 0,13, G бұл жерде берілген жазып аламыз сұрақшама, және К үйкеліс коэффициентін серіппенің қатаңдығын табуымыз керек. Біз есеп
қарай отырып граммды килограммға айналдырамыз, сантиметрді метрге айналдырамыз. Ол үшін халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. 300 граммыз 0,3 килограмм, 2 сантиметр 0,2 метр. Ол шешуіне қажетті формуланы қолданамыз. F үйкеліс күштен μ mg. Сөйтіп біз үйкеліс күшін анықтап аламыз. 0,3-ті көбейтеміз 0,3-ке, көбейтеміз 10-ға, сонда 0,9 ньютон шықты. F тең kx серпімділік күшінің формуласы. Осы жіктен k-ны табамыз. K тең F бөлінген x-қа. K коэффициентін табатын болсақ, 0,9-ды бөлеміз 0,2-ке. 45 ньютон бөлінген метр. Олай болса жауабы динамометр серіппесінің қатаңдығы К тең 45 ньютон бөлінген метрге тең екен.